Қайда жүрсің, қаңғыбас? Қой, қаңғыбас деп. Қайдағын айтпашы, қаңғыбас деп. Ей, өмір мен өлімнің арасында арпалысып келдік. Таңғы 5-ке дейін кіммен арпалыстың? Отпен арпалыстым. Кеше 8-де жұмыстан шыққам ғой, кешке. Сөйтіп, келе жатсам 12 қабатты үй бар ғой. Ең жоғарыда 12-ші қабат өртеніп жатыр екен. Сосын алдымда шелек алдымда су шаштым ғой, ана 12-ші қабатқа. 12-ші қабатқа шелекпен су шашып өшірдіңдер? Өшірдім ғой. Онда сенің напорың күшті болды ғой. Қойше, сен де мазақтай берме адамды. Сенің үстіңнен түтіннің иісі емес, духидың иісі шығып тұр ғой. Не былай болды? Сонымен біттік-ау деп атқанда тағы бір шыңғырған дауыс шықты. Сонымен барып қалсам, бір келіншек әйтеуір. Барып енді анау өрттің арасынан енді бастап өзім барып құтқарайшы деп енді құтқара бастап күйеу келіп қалса бола ма? Айттым, өз әйеліңді өзі құтқар деді. Яғни бір әйелін құтқар. Сонда тұрып да кетіп қалдым. Дұрыс деген. Сөйтіп келген тұрмын ғой. Дұрыс. Онда сен адам өмірін құтқаратын супермен болдың ғой. Сен де қойшы, әсірелеп жібердің, супермен деген ертегі ғой, құдай, біз адамбыз. Суперменсің. Жоқ, супермен емеспін мен. Онда неге іш киімді шалбарыңның сыртынан киіп алғансың? Кім? Сен.